Қой бағасы қаншадан? Құрбан айт таяп қалды. Құрбан айт мейрамына орай еліміздің базарларында құрбандыққа шалынатын малға сұраныс артып, дайындық қыза түсті. Мал бағасы мен шалу талаптары да жұртшылықтың назарында. Шариғат бойынша құрбандыққа қой, ешкі, сиыр және түйе шалынады. Бұл жануарлардың жасы да маңызды. Қой мен ешкі кемінде 1 жаста, сиыр 2 жастан, ал түйе 5 жастан асуы тиіс. Мал толық әрі дені сау болуы керек. Соқыр, ақсақ, құлағы кесілген жануар құрбандыққа жарамайды. Қазір қой ең жиі таңдалатын құрбандық малының бірі. Орта есеппен 30 келіге жуық ет береді. Саудагерлер қойдың бағасын 70 мың теңгеден жоғары бағалап отыр. Жақсы қойдың бағасы 80-85 мың теңге. Құлағы бүтін, жасы жеткен, уайымсыз шалуға болатын мал дейді сатушы Мұстафа Мазамов. Ал тоқтылар арзандау, 50 мыңнан 65 мың теңгеге дейінгі аралықта саудалануда. Қасапшы Әлімбек Сапаевтың айтуынша мал сойдыру қызметінің де бағасы белгілі. Қойды сойдыру 3 мың теңге, ал ірі қара 7-8 мың теңге тұрады дейді ол. Астана қаласының тұрғыны Индира Сейітжан қызы базардан қой алып құрбандық шалғанын айтып, бағасы көңілімізден шықты. Садақа ретінде шалып, сауапты іске үлес қосып жатырмыз деді. Айта кетейік, былтыр елімізде 40 мыңнан астам мал құрбандыққа шалынған. Жиналған ет 137 мыңға жуық мұқтаж отбасыға таратылған. Биыл КМДБ мәліметінше 60 арнайы орында құрбан шалу рәсімі ұйымдастырылады. Құрбан шалу байға міндет, кедейге көмек. Құрбан айт намазынан кейін 3 күн ішінде материалдық мүмкіндігі бар, жағдайы жақсы мұсылман адамға құрбандық шалу міндет. Бұл Алланың мұсылман баласына жіберген әмірі. Бұған қатысты қасиетті Құранда Алла Тағала Раббыңның разылығы үшін намаз оқы және құрбан шал деп бұйырған. Алланың бұйырған амалын өзгертуге, оны бұрмалауға әсте болмайды. Адам баласы құрбан айт күні қан ағызудан да сүйікті басқа іспен Алла Тағалаға жақындаған емес. Қаны ағызылған мал қиямет күні мүйіздері, тұяқтары және жүндерімен келеді. Ағызылған қан жерге тамбай жатып, Алла Тағаланың құзырында үлкен мақамға жетеді. Сондықтан құрбандарыңды көңіл ризашылығымен шалыңдар деген екен. Құрбандық шалу адам баласын тақуалыққа жетелейді. Өйткені мұсылман адам құрбандығын шынайы ниетпен Алла разылығы үшін шалады. Алла Тағала адамның амалына емес ниетіне қарайды. Сондықтан ислам дінінде орындалатын кез келген амалдың сыртқы формасына емес, ішкі мазмұнына, яғни ниетке мән беріледі. Ниетті түзетудің мәні осында. Шын мәнінде бүкіл әлемнің жаратушысы болған Раббымыз адамның шалған құрбандығына мұқтаж емес. Алла тек шынайы ниетпен жасалған құлшылықты қабыл етеді. Сондықтан Құранда мынадай аяттар келтірілген. Аллаға олардың еттері де қандары да жетпейді. Алайда оған сендердің тақуалықтарың ғана жетеді деген екен. Құрбан айт күндері жабырқаған жандарды, қамкөңіл адамдарды, мүгедектер мен жетімдерді, жесір әйелдер мен қараусыз қалған қарттарды қуандырудың сауабы мол. Құрбандық етінің мұқтаж жандарға таратылуының мәні үлкен. Бай мұсылман құрбандық шалғаннан кейін оның етін көмекке зәру адамдарға тарату арқылы бойындағы қатыгездік, тәкаппарлық секілді жағымсыз сипаттардан арыла бастайды. Өйткені садақа беру мұсылмандардың арасына мейірімдік сынды сезімді ұялататын сауабы мол іс. Құрбан шалу байға міндет, кедейге көмек болатыны сондықтан деп білеміз.